Дагы бир жолу ассалому алейкум. Бишкек кабар каналынын каттануучулары, алыскы жактан көрүп жаткан жердештер, мекендештер. Амансыздарбы? Биз ушул япошкаларды көрсөтүүнү улам жатабыз. Бул биринчи бөлүк. Каналга жазылып, лайк басканды унутпаңыздар. Бүгүн 24 октябрь. Subaru Forester кара түстүү, өтө жакшы абалда турбинасы менен бар экен. Моно турбо 2 объем, 2003 жылкы, баасы $7000 дейт. Foresterdин салону, коробкасы автомат, турбинанын датчиги, мотордун давлениянын датчиктери бар, парктор менен жакшы абалда базарга чыгыптыр. Түсү кара түстө. Honda Step RF3 кара түстө, 2003 жылкы, 2 объем, баасы $7500. Дөңгөлөктөрү жайкы. Bir salon көрүп коелу. Пробег канча болду экен? 400 канча болуш керек. Родной пробег ушактан келген машинадан өзүм айдайм. 400 миңден тегерегинде жүрүп калды дейт. Андан кийин жашыл түстө Honda Accord 2003 жылкы 2.4 автомат, $6500. Номери 507 2833 60 деген номерде. Toyota Kluger автонасы. Оң рулдуу Japonец 2001 жылкы 2.4 автомат, $8500. Кара түстө Toyota Wish 2003 жылкы 2 объем автомат, $5800. Номер бар, чалып сүрсөңүздөр болот. Задний камера монитору бар экен. Андан кийин бул жакта бизде Honda Accord торноо кузов. 2000 жылы чыккан, 1.8, $4600. Коробкасы мотору простой, обычный мотор экен. Артында багажды үстүндө спойлеры бар. Бул жерде бир кара түстүү Toyota Alphard автонасы. 2000 YouTube Бишкек кабар. Бишкек кабар YouTube каналы. 2008 жылкы рестайлинг, объем 3, 130 000 км жүргөн, баасы $15200. Установленный газ бар. Салону ушундай бизнес салон экен. Потолоктагы таптаза, монитору бар, видео регистратору бар экен. Астындагы таза. Юбка парктору бар, дөңгөлөктөрү кышкы, бир эмес 2 сезондон чыкчуда экен. Ушул байкалып атат, такси болгон эмес, жакшы болду экен. Кийинки автоунаа бизде аралашып атайын туугандар. Аралаш бул жакта дагы бир Армениядан келген Toyota Alphard түсү ак түстө 2007, көлөмү 3, баасы $12500. Жарым кылып эле койгон. Пробег канча болду экен? Эска барбы? Бишкекке бар. Бишкекке барам. Курска кылып берели. Бул жана Ошто да тарткан болчумун düşünүнчү. Ошто тарткам самфер менен. Болду же эстедим. Оштодан тартканмын ушул Alphard'ты. Ушунда чоң самфер бар эле. Бул жерде Honda Fit турат. Ошол Honda Fit көрсөтөбүз. 2003 жылкы 1.3, баасы $5300. Номери 703 63 80 17. 63 80 17. Состояние жакшы. Бул жерде кара түстүү Азиядан келген Honda Fit. Дөңгөлөктөрү кышкы 2008 жылкы 1.5, баасы $5500. Номери 705 47 35 99 деген номерде. Honda Jazz дагы бар экен, көк түстө. 2008 жылкы 1.4 автомат, 161 000 км жүргөн, $7800. Автозавод бар. Кузуунда бир да жеринде жумушу жок экен.
Subaru Legacy B5 5 турбина, 2 объем, 2004 жылғы 174 000 км жүрген. Сыртына қарағанда кузовында жұмысы жоқ, дөңгелектері қышқы. Жақсы болды. Бағасы $5,500. Алдыңғы терезесінде біраз жарақасы бар екен, қалған жақтары жақсы. Бұл жерде абсолют Honda Stream рестайлинг 2004 жылғы 2 объем $5,500. Номері бар, чалып сөйлесеңіздер болады. Дөңгелектері қышқы. Жақсы болды. Кейінгі бұл жерде серві қара түсті. Japanese оңдылды 2003 2 объем автомат. Номері 707 29 33 32 деген номерде тұрады. Бұл жерде дағы бір жақсы абалда Subaru Legacy B5 газ бар екен. 2003 2 объем $5,599. Төртінші поколениядегі газ установка болған. Анан кейін бұл жерде өте қоз долған жақсы Алтеза бар екен, жақсы титанскада. Жылы 2000, объем 2, коробкасы автомат, басы $4,500. Моторы обычно баяғы 2 объем Toyota марка 2-лерге түшкен BIMS мотордың BIMS мотор екен. Алтеза. Баяғында мониторы, задний камерасы бар, коробка автомат. Артында мынандай кішкентай бір спойлер деп қойсақ болады. Юбкасы бар, спойлері бар, жақсы абалда. Бұяқта қара түсті Honda Step Spada 2004 жылғы 2 объем автомат $7,800. Номері 502 99 91 02 деген номерде. Кейін дағы бір ақ түсті Fit шықты, шу Fitті көрсетілі. Жылы 2006 рестайлинг 1.3 148 000 км жүрген, бағасы $6,000. Дөңгелектері қышқы. Протекторлары жақсы, мониторы бар екен, задний камерасы бар. Абалы жақсы, әме қысқарталы уланталы. Бұяқта дағы бір Fit, мокрый асфальт. Жылы 2003 1.5 $5,300. 2 номері бар. Чалып сөйлесеңіздер болады. Toyota Wish қышқы дөңгелектермен атайын салып даярлап қойып тұр. Мына протекторы дағы жақсы. Азыр өзінікі жайқы дөңгелектерді тұрады. Мониторы, задний камерасы бар. 2003 1.8. Басы $6,500. $6,500 жақсы ба қойғандай сәзілет. Әме бұяқтадағы Nissan Bluebird автонасы 2003 1.5 басы $4,000. 297 000 км жүрген. Коробка автомат, состояниясы жақсы. Бұл жақта Honda Inspire автонасы, дөңгелектері азыркы учурда жайық екен. Мониторы, задний камерасы бар. 2003 3 объем автомат. Басы $6,200. Үш номерге чаласыздар. Toyota Estima қара түсті 2001 3 объем $6,800. Газ, бензин. Спринтерге обмен бар екен. Азыр ешігі ашық, есі бар екен. Яқта мониторы бар. Жана бірі 7 орынды минивенге алмашам деп аттылы спринтерді. Мына жерде болса бұл байке спринтерге алмашатқан. Обмен шықты. Азыр мен номерді дағы бір жолы жақшылып көрсетем азыр. Дөңгелектері азыр жайқы, газ бар. Номері дағы бір жолы 705 32 87 50.
Спринтерге обмен бар. Honda Odyssey Absolute 2002-2.3 автомат $4600. 708, 72, 64, 64. Honda Odyssey Absolute жақсы болды. Үшін жанында Odyssey'дің сол рулды Honda Shuttle деп қойды бұларды. Бұл сатылбайды ұшы да? Сатылбайды екен. Daha bir жақсы болды Honda Inspire 2004 3 объем $7300. $7300. Subaru Impreza 1.5 объем 2 объем екен 2005 жылғы $4300. $4300. Daha bir 1.3 объемда Honda Fit 2003 1.3 203.000 км жүрген. Басы $5100. Вложение ушу алдыңғы терезесінде жорақасы бар екен. Дөңгелектері қышқы. Ақ түсті Toyota Yeast 2005 жылғы рестайлинг 1.5 $4950. Состояние жақсы. Оның жанында 2002 1.3 daha bir Yeast'і көрсетілі $4900. Рестайлинг 2004 жылғы қара түсті Fit басы $5,500. Салоны. Ақ түсті Toyota Wish көрсетпеділі дөңгелектері пашты жаң салған ұшыты. Протектері дағы жақшы 2003 1.8 $5900. Дағы бір Odyssey 2002 2.3 $5200. Номері 709 40 00 14 деген номерде. Азыр пока газы жоқ екен.